Армысыздар, ардақта ағайын, аймақтың жетекші арнасында бәйге бағдарламасы. Өткен аптадағы спорт ақпараттарына шолу жасайтын мен Әділбек Жақанов. Сыр өңірінің ардагер спортшысы Серік Құлмұрзаев Гиннес рекордтар кітабының рекордсмені атанды. Гір көтеруден алдына жан салмайтын 63 жастағы қармақшылық зейнеткер бұл жетістікке Белоруссия елінде өткен әлем чемпионатында қол жеткізді. Серік Құлмұрзаевтың халықаралық жарыстардағы бұл алғашқы жетістігі емес. Ол былтыр ғана әлем біріншілігін 4 рет жеңсе, Еуропа мен Азия құрлығының да талай мықтысы атанды. Сондай-ақ Беларусь және Ресей чемпионаттарымен бірнеше байрақты бәсекелерде топ жарып, ел мерейін үстем етіп келеді. Биылда алдына үлкен мақсат қойған ардагер спортшы Белоруссияның Витебск қаласында табысты өнер көрсетіп, 5-1 жаһан чемпионатының алтын медалін қанжығасына байлады. Және де топтық нормативтік жаттығулар бәсекесінде үздік нәтиже көрсетіп, Гиннес рекордтары кітабының тізіміне енді. 12 жылы мен жалпы күрестен болғаннан кейін интернеттен күрес жөнінде іздеген тұғым. Күреске қатысы ветерандардың арасында күрес бар ма деп. Бірақ оны таба алмадым. Америкада басқа жерде болады екен. Оған енді қаражатты жағдайына байланысты осы гирді өзім өткені жаттығуда біз үнемі гир көтеріп отырамыз. Осы қаладында 12 жылы дайындалып, Минскідегі әлем чемпионатына бардым. Бұл жерден мен 4 дүркін әлем чемпионы, 2 дүркін халықаралық турнирдің чемпионы, чемпион Европа, Азия, Евразия, Беларусь, Россия осы жеңімпаз болып 11 медаль тағып келгенмін. Содан енді бір жыл өткен жылы жібердік та, енді Белоруссияның Витебск қаласында өткен осы олимпиада дегесін 4 жылда бір рет келетін олимпиадаға осы өзінің осы спорттағы жүрген ағамыз Құндақбаев Жарбосын екеуміз 13-ші менен 16-сы күні болған осы жарысқа біз қатыстық. Жалпы дүбірлі додада әлемнің түкпір-түкпірінен 400-ге жуық спортшы қатысты. Соның ішінде қазақ елінен 8 ардагер бақ сынады. Салауатты өмір салтын ұстанған зейнеткерлеріміз дүйім жұртты таң қалдырып, халқымыздың өжет мінез, қайсарлығын көрсете білді. 16 келілік гіртасын 2 минут ішінде жуыққа 78 рет, серпе көтеруде 90 рет төбесінен асырған Серік Қожанұлының шеберлігіне ешкім ілесе алмады. Қазір енді осы жарыстан 6 медаль алып келдім. Соның ішінде ең ерекшесі маған Гиннес рекордтар кітабына енгізілу болды. Осыған барлық бүкіл 48 мемлекеттен 500-дей адам қатысты, спортсмендер, атлеттер. Олар өздері барлық осы өздерінің биылғы Гиннес кітабына түсу үшін осы барлық өнерлерін көрсетіп, нормативтік, өзі жарты сағаттық нормативтік, жаңағы серпе көтеру, жұлқа көтеру, жаңа олимпиадалық көп сайыстың қалай көтеру жөніндегі жаттығулары қатысып, осы орындап, сол алтын медальменен сертификат алдық. Осынау толағай табысқа қол жеткізіп жүрген Серік Құлмұрзаев бір қызығы спорт залда емес, көгалда, табиғат аясында шынығады. Жас кезінен еркін күрес, самбо, дзюдомен айналысқан. Ол спорт шеберлігіне үміткер. Жуырда ғана ардагер спортшы пайғамбар жасына қадам басты. Жұбайы Балгүл Жалғасбаева мен 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған ардақты әке. Жосалы кентіндегі көпке үлгі болар өнегелі отбасылардың бірі. Бүгінде ардагер спортшы өзінің білген түйгенін немерелеріне үйретіп, олардың салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылдануына көңіл бөлуде. Серік Қожанұлының ендігі арманы өз ұрпақтарын чемпион ету. Ал Жарболсын Құндақбаевтың жасы 75-те. Қармақшы ауданының спорт саласында ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек етіп, осы өлкеде қазақ күресінің дамуына сүбелі үлесін қосты. 2000 жылы аудан әкімінің өкімімен Қармақшы ауданының ғасыр спорт тарланы деген атақ алды. Талай шәкірт тәрбиелеп, биік белестерді бағындырды. Солардың ішінде Серік Құлмұрзаев та бар. Бүгінде ұстазы мен шәкіртінің сыйластығы ажыраған емес. Халықаралық жарыстарға бірге аттанып жүр. Өзі де 2 мәрте әлем чемпионы атанып, өскелең ұрпаққа үлгі көрсетіп келеді. Мен енді жасым 75-те әлем чемпионы болды. 75-те шал гер көтерілмекті ғой. Жүре алмай, таяқ ұстап, 65-те шалдар қартайып жатыр. Мен қазір әлде де сол қаражат беріп тұрса, мен 80-ге дейін қатысам. Кеше ояқта 96-тағы шал еңкейіп барып еді, гер көтергеннен кейін, оның көтерілген 6 килограмм оған беріп.
қақайып кетті, белі қақайып, осы күш сыймай осы айқайлап алтын медаль орындады. 96 жыл 4 жасар бала көтерді. 3 килограмм, ол да чемпион болды. Мінеке, Россия сондай бұқаралық спортты дамытып отыр. Неге қазір барлық жағдай бар? Неге әртүрлі спорт ашпасқа? Неге біз жасымыз 70-ке, 65-ке келмей көбісі көшініп жатыр? Неге осы шалдардың, мына ардагерлердің жағдайын ойлап, оларға аздап болса көтертіп, жарыстырып, шалдарды мадақтап, марапаттап тұрса, нұр үстіне нұр. Қармақшылық чемпион қариялардың алар асуы әлі алда. Олар бұл жетістіктерімен тоқтамай, алдағы болатын жарыстарға әзірлігін осы кезден ақ бастап кетті. Ардагер спортшыларға қарап, өзгелерде бой түзейді деген сенімдеміз. Спорт денсаулық кепілі деген ұранды ұстанған қармақшылықтар спорт күнін ерекше атап өтті. Салауаттылыққа үндейтін мерейлі мерекеде аудан жұртшылығы спорттық шараларға белсене қатысып, өз дәрежесінде тойлады. Қармақшы топырағы талай спорт саңлақтарын дүниеге әкелген киелі мекен. Аудандағы қазақ күресі мен самбо мектебі еліміз бойынша көш бастап келеді. Сыр барысы атанған Айбек Серікбаев, Нұрым Сәлімгереев, Бауыржан Раисов секілді палуандар дүбірлі бәсекелерде облыс мерейін үстем етіп жүр. Ал былтыр Қармақшы аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі республика бойынша үздік деп танылды. Жосалы кентінде жыл сайын Ұлы Отан соғысының батыры Тайымбет Көмекбаевты еске алуға арналған самбодан халықаралық мемориал дүркіреп өткізіліп келеді. Салауатты өмір салтын берік ұстанған қармақшылықтар спорт мерекесін де лайықты атап өтті. Орталық алаңда түрлі спорттық шаралар ұйымдастырылды. Білекті жігіттер қол күресіп сынға түссе, күрес десе бір иығын беріп тұратындар боз кілемде шеберлік байқасты. Ал жел аяқтар марафонға қатысып, жүйріктігін танытты. Балалар да қарап қалмады. Ләңгі теуіп, асық ойнап, ұлттық спортымызды дәріптеді. Жалпы бұл күні бұқаралық спорттың айқын көрінісі орнады. Мына ауданымызда бұқаралық спорттан және жекелей спорт түрлері жақсы дамыған. Біздің ауданымызда әлем чемпиондары, Қазақстан чемпиондары және Европа чемпиондары шыққан. Алдағы уақытта да осы бұқаралық спорт өз дәрежесінде дамып, салауатты өмір салтын насихаттай берейік. Спорт күніне байланысты көптеген шаралар өткізіліп жатыр. Бүгін Қазақстан халқын осындай спорт күнімен құттықтаймыз. Мына ауданымызда көптеген спорт түрлерінен шаралар өтіп жатыр. Соның ішінде өзім жеңіл атлетикадан қатысып, бірінші орын иегері атанып тұрмын. Шара барысында аудан әкімі Нәжмадин Шамұратов жиналған қауымды спорт мерекесімен құттықтап, игі лебізін білдірді. Сондай-ақ бұл салада жемісті еңбек етіп жүрген бірқатар мамандар мен спортшыларды марапаттап, сый құрмет көрсетті. Салауатты өмір салты жалғаса берсін. Мына балдарымыз өзіміздің артымыздан келеткен балдарымызды спорт мектебіне қатыстырып жатыр. Әрқашан жастарымыз жүлделі орынға ие бола берсін. Бұл күні спорттық сайыстармен қатар аудан өнерпаздары да жарыса өнер көрсетіп, мерекелік шараның көркін кіргізді. Әкем, шешем және мен деген спорт сайысына қатысып, жүлделі орындарынан көрініп жатыр. Барлықтарын осы спорт мерекесімен құттықтап, осындай салауатты өмір салтын ұстануға шақырам. Дене шынықтырып, салауатты өмір салтын насихаттаған қармақшылықтарға шара соңында аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің алғыс хаттары мен естелік сыйлықтары табысталды. Өткен аптада қаламыздың белсенді жастары велосипед тебуден сайысқа түсті. Салауатты өмір салтын насихаттауды көздеген жарыс облыстық жастарды қолдау орталығының мұрындық болуымен өтті. Сайысқа 20-ға жуық талапкер қатысты. Олар Ыбырай Жақаев көшесінің бойында жарысты. Жоғары жылдамдылық көрсеткендер үздік атанды. Жалпы бұл шара жастардың бос уақытын тиімді өткізіп, жеткіншектерді спортқа баулуды көздейді. Соңғы уақытта велосипед айдаумен шұғылданатын қызылордалықтардың қатары артып келеді. Осы орайда облыстық жастарды қолдау орталығының мамандары мұндай шараларды жиі ұйымдастыруды көздеп отыр. Жарыс соңында жеңімпаздар анықталып, оларға бағалы сыйлықтар табысталды.
Велоспортқа 9 жасымнан бастап қатысамын. 4-ші сыныптан бері маған бір ағам айтты қатыс деп. Мені велоспортқа қызықтырғаны велосипедтер болды. Сосын қатыса бастадым. Велоспорт түрі маған өте қатты ұнайды. Мен осы жылы интернат школына түсіргім келеді. Жаңақорған ауданындағы Олимпиадаға дайындық және балалар демалыс орталығының базасында аймақ кәсіподақтары ұйымдарының 2-ші облыстық спартакиадасы өтті. Жарыста 300-ден аса адам спорттың 6 түрі бойынша сынға түсті. Қаратау баурайындағы тартысты додаға биыл 2-ші рет келген сайыскерлердің бірі Манат Жахан, медицина қызметкерлерінен құралған команда капитаны. Табиғат аясында өткізілген жарыста күш қайрат жинап, ағзаны тынықтырып, жаңа леппен жұмысқа кірісуге мүмкіндік береді дейді ол. Спартакиадаға облыстағы кәсіподақ ұйымдарынан 9 команда жасақталды. Олар шағын футболдан бастап, теңбіл доп, шахмат, арқан тарту, арм-рестлинг пен эстафета және жүгіруден жарысты. Мұнан бөлек сайысқа қатысушылар музыкалық аспаптарда ойнады, жан-жақты өнерін көрсетті. Спартакиада нәтижесі бойынша Сырдария ауданы кәсіподақтарының құрама командасы жоғары балл жинап, жеңімпаз атанды. 2-ші орынға Шиелі ауданы тұрақтаса, Арал ауданының командасы үштікті түйіндеді. Былтыр бір 2-ші орын алғанбыз Сырдария ауданы. Біз мынау Қазалы ауданынан 1 очкомен қалып қойғанбыз. Биыл мынау Сырдария ауданының көшбасшыларының осындай беделінің спортқа деген осындай ықыласының арқасында қазір 1-ші орын алып отыр. Өйткені біз кеше бүгінгі соңғы ойында Спартакиаданың соңғы эстафетасында біз Шиелден ғана бізге соперник болады деп ойлағанбыз. Сол уақыттың ұтуынан ғана біз қазір 2 очкомен, қазір осындай 38 очкомен қазір облыстан ауданаралық жарыста 1-ші орын алып отыр. Осы биылғы спорттық іс-шараның жылдан жылға дамып, және спорт түрлерінің кеңінен қолданылып келе жатқанымыз баршаңызға белгілі отыр. Биылғы Спартакиада өз дәрежесіне бүгін жетіп отыр. Қызылорда облыстық ішкі істер департаментінің Динамо спорт кешенінде Қызылорда станциясы ішкі істер желілік бөлімінің ардагері милиция полковнигі Абдолла Сқақовты еске алуға арналған волейболдан турнир болып өтті. Абдолла Сқақов Қызылорда станциясы ішкі істер желілік бөлімінде абыройлы еңбек етіп, өз жұмысының майталманы бола білді. Аймақтың құқық қорғау органының дамуына сүбелі үлес қосты. Қызмет жолында барлық баспалдақтан өткен ол, біліктілігі мен ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында талай басшылық қызметтерді де атқарды. Ұжымда әріптестерінің арасында сыйлы болды. Бүгінде өзі өмірден озса да, оның артында қалған отбасы, ағайын туыстары, замандас әріптестері есімін ұмыт қалдырмай ұлықтап келеді. Бұл турнир жылда осы Қызылорда станциясындағы желілік ішкі істер бөлімінің ардагері милиция полковнигі Абдулла Сқақұлына жылда өтуде. Бұл рәсімге осы облыстағы ірі басты спортқа жанкүйерлік командалар қатысуда. Бұның тәрбиелік мәні қазіргі кездегі қатарымызға қосылып жатқан жастарға үлгі, ардагер ағамыздың еңбектерін таныстыруға көптеген үлгі болатындай, есте қалатындай еңбегін бағалап, осы жастарға жеткізу мақсатында болып жатқан іс-шара. Абдолла Сқақовты еске алуға арналған дәстүрлі волейбол турнирінде облыс аумағынан 6 команда бақ сынады. Талас тартысқа толы өткен жарыста сала қызметкерлері әдемі ойын өрнегін көрсетті. Сайыс қорытындысымен 1-ші орынды Байқоңыр ардагерлер командасы жеңіп алды. Ал 2-ші және жүлделі 3-ші орындарды Қызылорда станциясы желілік бөлімшесінің ардагерлері қанжығаларына байлады. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Ардақты ағайын, осымен бәйге бағдарламасы өз шығарылымын аяқтайды. Әрдайым салауатты өмір салтын ұстанып, тек спортпен шұғылданыңыздар.